Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге лағманның ең оңай әрі дәмді жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видео ұнаған болса, толығымен көріп, жасап жеуге кеңес беремін. Менің ең сәтті шыққан рецептілерімнің бірі, және де дәмі күшті, әдемі, керемет болды. Бірден барлығы желініп кетті. Осы рецепт бойынша жасап жеңіздер, достар. Ең алдымен біз бірінші лағманның қамырын елеп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап иін қандырып қамырын елеп аласыздар. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Қамырды осылай иін қандырып әдемілеп жақсылап илеп алатын боламыз. Жақсылап илеп алыңыздар, сол кезде лағмандарыңыз әдемі, жақсы жұқа, әдемі болып созылатын болады. Лағман созған кезде. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай әбден осылай иін қандырып жақсылап илеп алыңыздар. Сосын салафанға салып қойыңыздар. Міне енді етімізді турап аламыз. Ұзынша етіп, әдемілеп, жұқалап етімізді турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұзынша етіп, жұқалап, әдемілеп турап аламыз. Және де міне керекті көкөністерді де осылай ұзынша етіп турап алыңыз. Негізі үйде қандай заттар бар, сол заттармен жасай берсеңіздер де болады. Бірақ менде үйде бар заттар осы болды. Және де осылай жақсылап турап алдым. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описание қалдыратын боламын. Және де қызып тұрған табаға майымызды құйып, етімізді осылай пісіріп алатын боламыз. Жай отта 15 минуттай, 10 минуттай су тартылғанша бұқтырып алыңыздар. Еттің сөлі шығып әдемілеп пісетін болады. Міне етімді 15 минуттай пісіріп алдым. Суы тартылып, қызарып, әдемі болып пісті. Және де енді пиязымызды, редькамызды, сәбіз, осылай перецті жақсылап салып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. 5-10 минуттай жай отта пісіріп алыңыздар. Қатты отта пісірмеңіздер, күйіп кетеді, жаман болып тамақтың дәмі бұзылады. Енді капустамызды, чесногымызды салып, тағы 5-10 минуттай жай отта пісіріп алатын боласыздар. Жақсылап жай отта 5 минуттай қуырып алғаннан кейін керекті мөлшерде суымызды құямыз. Мен 3 стақан су құйдым. Міне суымызды құйып алып, еттің тұзы жоқ болатын болса, керекті мөлшерде тұзын қосыңыздар. Және де бір қайнағаннан кейін астын басып қойып, ет піскенше пісіріп алатын боламыз. Жарты сағат, 1 сағаттың көлемінде ет піседі. Және де енді илеп қойған қамырымызды осылай май жағып, әдемілеп осылай кесіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Осылай ұзынша етіп әдемілеп кесіп алыңыздар. Және де міне осылай домалақтап, видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Әдемілеп үстіп, тарелкаға осылай қойып шығамыз. Менің бұл ең оңай әрі тез жасалған лағманның қамыры болды. Осылай жасаңыздар. Сәл қатты емес, орташа жұмсақтықта елесеңіздер, осылай тез лағманды созып аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолдарыңызбен осылай жасаңыздар. Сол кезде жұқа әрі тез дайын болады қамыры. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Міне үстінен басып отырып, осылай домалақтап қойған қамырымыздың үстіне басып отырып, осылай жұқартамыз. Және де орап, 1-2 столдың үстіне 1-2 рет ұрып жібересіздер, қолыңызға орайсыздар да. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне қамырым осылай жұқа әдемі болып созылды. Үстіне май жағып отырасыздар. Және де осылай ұзынша етіп қойған кезде үстіне ас бөлмедегі щеткамен, резиновый щеткамен май жағып отырыңыздар үстіне. Және де енді қайнап тұрған суымызға кішкене тұз салып, осылай лағманымызды салып, вилкамен жабысып қалмайтындай ажыратып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Осылай қайнап тұрған судың үстіне осылай салып, вилкамен ажыратып отырасыздар. Жабысып тұрған қамырларды бір-бірінен ажыратып отырасыздар осылай.
Менің қамырым жұмсақ болғандықтан тез пісті, және де мұздай суға осылай бір шайып алдым қамырды. Міне әдемі болды. Май жақсаңыздар да болады. Керемет әдемі лағманның қамыры дайын болды. Және де енді кеселерге салып, үстіне подливын құйып ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Және де менің каналымда плейлист бар. Сол жерде қолжетімді заттардан жасалатын дәмді тағам түрлері, духовкасы пісетін кекс, әдемі компоттың видео рецептілері бар. Жасап жеңіздер, баршаңызға ас болсын.